Сәлем достар, сізге бүгін анпакинг 30 штук жұмыртқа 8000 вон, водоросли. Біздің күріш үстінен түйіна, үстінен түйіп жейтін водорослейміз. Бір штук 3000. Помидор 10 тысяч. Сәбіз, бұда, кстати, килограмм деп сатылмайды Кореяда. 6 штугын 6000 вон алған ғой. Штукта сатылады. Одан кейін бір ыдыста сатылады да, кішкентай ыдыс немесе үлкен ыдыс деген сияқты. Попкорнды мысалға кинотеатрда ұсынды ғой, ыдыспен сатады ғой, граммын білмейсің ол жерде қанша грамм екенін. Дәл сол сияқты овощи, фрукты солай сатады. 3000 теңге мына пияз, қабығымен екен. Алдындағы пиязымыз қабығын ашып қойған, тазалап қойған пияз еді. Жуасына турай бересің, ашпайсың. 5000 теңге. Бұл жақта достар картошка өте қымбат Кореяда. Мынандай картошканы нәрсе уже көп жемейді. Мына бір нанның мысалға 3000 вон, мынау 4000 вон, 9000 вон. Бірақ бұл жерде жирность бізде 80%-дан жоғары деп көрсетіп тұрады, немесе төмен деп. Нанды жағып жеуге обычно 80%-дан жоғары саламыз. Ал бұл жерде вид жазылып тұрады, butter деп тұрады. Түсіне бересің, короче. Жүрде сапасыз нәрселер аз сатылады, короче. Сатылмас, сапалы нанға жағып жейтін сондай. 13000 вон. Колбаса, сгущенное молоко. Мына жерде жемеймін, күйеуім жақсы көреді. Ого, сгущенка 5000. 20000 вон шықты мынау. Одан кейін бір коробка мандарины 9000, 5 килограмм дәмі жақсы екен. Еттерге қанша кетті? Сиыр, қой және де тауық етін алды. 1700 килограмм стоит куриного мяса. 10500 килограмм баранины, говядина. 12 тысяч. Все, достар, чегіміз что-то жоқ болып кетті.